Қадірменді қонақтар, ардақты ағайын, құрметті ағалар, барлықтарыңызға бүгінгі жиынға келіп, Шұбар бабамызға жасалып жатқан Құдай асымызға қатысып жатқандарыңызға көп рахмет айтамыз. Алла разы болсын. Қазіргі кезде ең қымбатты уақыт дейді. Осыны ұйымдастыруға жаңа орынбасар ағамыз айтқандай бірнеше жігіттер атсалысты. Қазақ айтады жұмыла көтерген жүк жеңіл дейді. Осы көпшіліктің арқасында жасалып жатқан шаруа, барлықтарыңызға осындай рахмет айтып келеді. Тағы да мынау бүгінгі осы отырыстың дастархан мәзірін бәрін көтеріп жатқан біздің бауырымыз Алдашев Хасен Серікұлы деген бауырымыз осы дастархан бәрін көтеріп жатыр. Алла разы болсын, еңбегі табысты болсын, отбасында жақсылық, қуаныштар көп болсын. Осындай қазақтың қасиет сияқты азаматтарымыз көп болсын да қаласа. Айтады ғой, өнер азырмай тұрып аймайды дейді қалса. Осы жасап жатқан құдайларымызды Алла қабыл етсін. Ата-бабалардың рухтары әр уақытта барлықтарыңызды қолдап, құттықтап жүрсін да қаласа. Осындай жақсылық заманда, тыныштық заманда мынау көршілерімізге рахмет айтамыз өзі халқына. Осындай бізге құрмет көрсетіп жатқан дастархан жайып осыншама адамға өздерінің иман достықтарын білдіріп жатқан мың алғысын кісілеріне. Осы жерде біздің ата-бабаларымыздың бәрі қарап жатқан осылар. Ал құрметті ағайын, туған, жақындар, барлықтарыңызға тағы да көп рахмет айтамыз да қалса. Дәстүр бойынша былтыр Сәт Құпбаев генерал ағамыздың эстафета дәстүр бойынша қабылдамағанбыз. Қаншама тойдың, қазақ айтады, тойдың болғанынан бола түсқасын деп біраз ұқтамадық жақындаған сайын. Жақсы өтті деп ойлаймыз. Барлықтарыңызға разы болыңыздар, үйлеріңізге, отбасыларыңызға аман-есен жетіп алыңыздар. Алла қаласа келесі жылы осындай жақсылықта, қуаныштар бәріміз бірге бас қосып Алла жассын. Заманымыз тыныш болсын. Барлықтарыңызға көп алғыс, мың алғыс, жақсылық, қуаныш, тыныштық болсын. Қадірменді жиналған ардақты ағайын, барлығыңызға көп рахмет айтамыз. Келіп біргесіне атсалысқандарыңызға әрине орынбасарға ешкім тамақ деп келген жоқ. Қазақ айтады, тамағыңды бермесең бермегін, қабағыңды бер дейді. Уақыттарыңызды бөліп, қол жәрдем, сөз жәрдем берген ағайын туысқан барлығыңызға осы әулеттің атынан мың алғыс айтамын. Қазақ айтқан екен, еңкейгенге еңкей, атаңның қара құлы емес, шалғайғанға шалғай, пайғамбардың ұлы емес дейді. Ынтымақ бірлік еттесін ағайын. Біз жаңа жиынның басында батамен бастап едік, енді сол батаны алып, құранмен тәмамдасақ деп отырмыз. Дастарханымыздың басында сонау Бәйдібек ауданының құрметті азаматы 85-тен 90-ға қадам басқан елдің ардақты Абыз ақсақалы Сегізхан ақсақал дастарханға аумин деп бата берсін. Артынан Құран оқитын Мұсабек Ақтанберді ұстазымыз